Қайырлы күн, бүгін баклажаннан запеканка дайындаймыз. Алдымен тауық етін алып, дәл видеодағындай турап аламыз. Одан кейін блендерімізге саламыз. Жуамызды да видеодағындай турап аламыз. Одан кейін блендерімізге саламыз. Помидор, оның үстіне тұз, одан кейін тауық етіне арналған приправаны салып, бетін жауып, блендердің көмегімен фарш дайындаймыз. Міне осындай консистенциясы осылай шықты. Одан кейін баклажанымызды үлкенірек қылып тураймыз. Баклажанымыз үлкен қылып турап болғаннан кейін жартылай кесеміз фарш салғанға. Барлығын осылайынан дайындап аламыз. Одан кейін бағанағы дайындаған фаршымызды баклажанның ортасына саламыз. Картошкаларымызды үлкенірек қылып тураймыз. Терканың көмегімен сәбізімізді де турап аламыз. Духовканың лесін осылайынан дайындап алдым. Одан кейін жаңағы баклажандарымызды салып шығамыз. Картошкамызға фаршымызды видеодағындай қойып, баклажанның бетіне қоямыз. Барлығын солай жасап шығамыз. Одан кейін үстінен сәбізді қоямыз. Міне осылайынан дайын болды. Енді қазір соусын жасайтын боламыз. Оған помидор, укроп, чеснок, болгар бұрышы, сүт және де сметана 15%, тауық етіне арналған приправа, тұз, жұмыртқа, кетчуп, блендердің көмегімен сұйық масса шығарып аламыз. Міне осындай сұйық масса шықты, енді бетіне құямыз. Бір келкі етіп құйып шығыңыздар. Картошка барлығы батып тұру керек видеодағындай. Духовкамызға салып 180 градуста 1 сағат пісіріп аламыз. Міне осындай болып пісіп шықты, жасап көрсеңіздер болады, өте дәмді болып шығады.